Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Құрамына ешқандай жұмыртқа, сары май, қаймақтың қажеті жоқ. Тек қана суға ереміз. Осылай өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы суымызды құятын боламыз. Содан соң дәміне қарай тұз саламыз. Енді тұзымызды салып, жақсылап араластырып, тұзымызды толықтай ертіп алатын боламыз. Және де ұнымызды саламыз. Ұнды аз-аздан салып, немесе бірден салып, қамырымызды илейтін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Орташа тығыздықта қамырымызды илеп, кішкене ұйуын қандырып қойып қоятын боламыз. Енді бізге сары май қажет, жоғары проценттік жақсы май қолданған дұрыс. Закрома майын алсаңыздар болады. Енді қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, осылай майымызды құйып шығатын боламыз. Майымызды ертіп болғаннан кейін суытып құясыздар. Содан соң майды міндетті түрде осылай қатуы қажет. Осы лайфхакпен жасасаңыздар өте керемет шығады. Содан соң үстінен екінші қамырды салатын боламыз. Дәл солай майды барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Майды міндетті түрде кептіріп алу керек, қатуы қажет майдың. Сол кезде самсаларыңыз қатпарлы, өте әдемі болып шығады. Енді майымыз қатқанша ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Бізге тартылған ет және де пияз қажет. Пиязымызды осылай ұсақтап турап алдық. Және де дәміне қарай тұз салдым. Самсаға арналған дәмдеуіш. Өзіңізге ұнаған қоса берсеңіздер болады. Барлығын шамалап қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді майымыз толықтай қатқан екен, қамырымызды енді орайтын боламыз. Барлық шетін бірдей етіп, осылай орап шығатын боламыз. Жұп-жұқа етіп жайып, осылай 2-3 қамырды үстіне тастап май жағып, жақсылап орап аласыздар. Осыны морозилькеге салып, жарты сағаттан кейін жасай берсеңіздер де болады. Немесе алдын ала қатырып, кез келген уақытта қолдана беруге де болады. Енді дайын болған қамырымызды морозилькеге салып қоямыз. Енді қамырымызды осылай бірнеше бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Өзіңізге ұнаған формада жасай бересіздер, үлкен кіші етіп. Осылай іші осындай домалақ, әдемі қатпарлы болып шықты. Өте әдемі болып шықты, слоеный болып. Енді осылай ортасынан басып, қамырымызды жаятын боламыз, домалақтап. Кішкене ғана ұн сепсеңіздер болады. Міндетті түрде жұқа етіп жаю керек, сонда қамырларыңыз қатпарлы, әдемі болып шығады. Енді арасына салмасын саламыз. Самсаларымыздың барлығын дәл осылай түйіп шығатын боламыз. Самсаларымыздың барлығын дайындап алдық. Енді противенімізге салып, бетіне жұмыртқаның тек қана сарысын жақсаңыздар, қып-қызыл әдемі болып шығады. Немесе араластырып жақсаңыздар да болады. Енді бетіне қалаған кунжут, седана, мак, өзіңізге ұнаған түрін себе бересіздер. Алдын ала пештеріңізді қыздырып, дайындап қойыңыздар. Осымен біздің самсамыз дайын. Енді қызып тұрған пешімізге салып, пісіретін боламыз. Ішіндегі еті пісу үшін 40-45 минуттай пісіріп аласыздар. Осылай самсаларымыз өте керемет болып шықты, көтеріліп, әрі дәмді болып, қатпар-қатпар жұп-жұмсақ болып. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Баршаларыңызға ас болсын.